Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді шоколадты маффиндер дайындаймыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецепттерді бірінші болып білу үшін. Ал енді бастайық. Мискамызға қант саламыз, оның үстінен ұн, какао порошогымызды саламыз. Оның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды саламыз. 1 жұмыртқа, сүт және микроволновкада немесе буда ерітілген сары майымызды құямыз. Барлығын миксермен жақсылап 1 келкі масса шыққанша араластырамыз. Шоколадты массамызды қағаз капсулаларға жартылай салып шығамыз. Оның үстінен шоколадтарымызды бөліктеп салып шығамыз. Сосын үстінен кішкене шоколадты массамызды құйып шығамыз. Кішкене шоколадтарымыздың беті басып тұру үшін. Құйылған маффиндарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пісіреміз. Өзіңіздің пешіңізге қарайсыз. Ағаш пашкамен тексересіз. Егер ағаш пашка құрғақ шықса, піскен болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.